Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып 12 сабақ 45, 46, 47, 48 жаттығуларды бірге орындаймыз. 45 жаттығу. Өлеңдегі көп нүктенің орнына 29 беттегі қажетті сөздерді қойып оқы. Қаз бен ит. Байлаулы ит қазға: "Сен неге жүзбейсің?" деді. Қаз: "Сен неге үрмейсің?" деді. "Ендеше жүр, менің орныма тұр." Ит қазды шынжырлап матады, ал өзі өзенге түсіп жатады. Күн батады, ит суықтан әбден қатады. Қаздың мойнына шынжыр әбден батады. Бір кезде қаздың даусы шықты: "Қаңқ-қаңқ!" Иттің даусы шықты: "Шаңқ-шаңқ!" Қаздың шынжыр мойнын қиды. Ит суға малшынып көрді сыйды. Содан бері итті көрсе, қаз қашады, қазды көрсе, ит қашады. Осылайша балалар, қажетті сөздерімізді жазып шықтық. Қиды, тұр, батады, шаңқ-шаңқ, үрмейсің, жатады, қаңқ-қаңқ, қашады, қатады сөздерін жазып шықтық. Өлең мазмұнын өз сөзіңмен айтып бер дейді. Өлең мазмұны: бұл өлеңде ит шынжырда байланып тұр, ал қаз өзенде жата-жата шаршайды, және олар өздерінің орындарын ауыстырады. Өздерінің орындарын ауыстырғанда ит суда жата-жата шаршайды, ал байланып тұрған қаз жата-жата мойнына ауырып кетеді, әбден шынжыры батып кетеді. Өлеңдегі негізгі ойды анықта дейді балалар. Өлеңдегі негізгі ой: әркім өз орнында болғаны дұрыс. Өлең мазмұнына өз пікіріңді білдір дейді. Бұнда әр жануар өзінің орнына лайықты екенін көрсетіп тұр, балалар. Себебі біреудің өміріне қызықпай, өзіне лайықты өмірін сүруі тиіс, балалар. Яғни әркім өз орнын сүріп, өзінің өміріне лайықты өмір сүруі қажет екен, балалар. Ешкімнің өміріне қызықпай, әркім өзіне тиісті өмірін сүруі қажет. Енді сабақ түсінікті болса, келесі тапсырманы орындаймыз. 46 жаттығу. Жоғарыдағы өлең мазмұнын ашатын мақалды тауып жаз дейді. Күшіңе сенбе, ісіңе сен. Бірлік болмай, тірлік болмас. Әлін білмеген әлек дейді. Енді балалар, бірінші мақалда күшіңе сенбе, ісіңе сен деп тұр. Жоғарыдағы өлеңде жаңағы қаз бен ит туралы өлеңде күші туралы және ісі туралы болған жоқ, сондықтан ол болмайды. Екінші мақал бірлік болмай, тірлік болмас. Ол да өлеңге қатысы жоқ. Бірлік туралы және тірлік туралы өлеңде болған жоқ. Үшінші, әлін білмеген әлек. Бұл әрине өлеңге қатысы бар. Себебі осы мақал өлең мазмұнын ашады. Неліктен? Сол мақалды таңдағаныңды дәлелде дейді. Өйткені ит те қаз да өз әлін білмегендіктен өзгенің өміріне қызықты, балалар. Сол себепті біз әлін білмеген әлек дегенді таңдаймыз, балалар. Келесі тапсырма 47 жаттығу. Менің ең жақын досым тақырыбында пайымдау мәтінін жаз дейді. Ал енді балалар, біз былай жазамыз. Менің ең жақын досым өмірдегі ең ерекше адам. Оның есімі Айнұр. Біз мектепте таныстық. Бала кезімізден бастап бірге өсіп, көптеген қызықты сәттерді бөлістік. Айнұр шыншыл, адал және әрдайым көмекке дайын. Келесі 48 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің жанрын ғылыми ма, көркем бе ажырат дейді. Қоңыр аю жыртқыш аң. Көбіне өсімдікпен қоректенеді. Егер адам өзі соқтықпаса, өздігінен тиіспейді. Оның бір ерекшелігі ақылдылығы. Егер қақпанға түссе, артқы аяғының көмегімен босанып, қашып кетеді де, екінші рет темір иісі шыққан жерге жоламайды. Екінші, иіс сезгіштігі.
Дымқылданған жалпақ тұмсығы кез келген иісті тез айырады. Қазақстан жануарлары кітапшасынан. Бұл мәтін ғылыми мәтін. Өйткені мәтінде қоңыр аю туралы нақты сипаттар айтылған және ғылыми деректер айтылған. Әдеби кітаптар мен жануарлардан осы тақырыпта көркем мәтін тауып жаз дейді. Қоңыр аю ормандағы ең күшті және қайратты аю. Өзінің кең әрі тыныш мекенінде өмір сүреді. Оның терісі күн сәулесінде жарқырап, қоңыр түске боялған еді, ал көздері терең әрі даналықпен толы болды. Аю әр таң сайын орманның тыныштығын сезініп, өзіне қажетті азық іздеуге шықты. Жарайсыңдар балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, лайк басып, достарыңа таратуды ұмытпа.